Сәлем, менің сүйікті әкешім мен анашым, ата-әжем, апа-ағаларым, әпке-жездем. Сіздер мені әлі көрмесеңіздер де, мен сіздердің қамқорлығыңызды сезінемін. Менің дүниеге келуіме 16 апта қалды. Анашым, сен әлемдегі ең асыл жансың. Менің әкешімнің жүрегі нәзік екенін біліп қойдым. Менің әкешім мені қатты жақсы көреді. Күнде жұмыстан кейін келіп, анамның ішін ұстап, менімен қауышқан уақытты асыға күтетінін айтады. Әкем үлгі тұтарлық тұлға, өте қамқорлы жан және жүрегі таза. Әкешімнің махаббатын қатты сеземін. Әкем анамды аппағым деп еркелетеді. Мен де анам сияқты аппақ болғым келеді. Ұл болсам, әкем сияқты бойым ұзын, сақалды болғым келеді. Қыз болсам, анамның ұзын шашы менде де болғанын қалаймын. Үйдің еркесі боламын. Менің дүниеге келгенде есімді әжем мен атам қойсыншы. Анашым, әкешім, ата-әже, үлкен әже, Жұлдыз тәте, Қазбек аға мен Камила жеңеше, Нұрхан мен Бекош, Ақтоты, Бейбарыс, Толғанай, Назым, Әділ жезде мен Жібек тәте, мен сіздермен көрсеттің күнді қатты күтіп жүрмін. Сіздерге береке мен бақыт әкеле жатырмын, күтіңіздер. Жібек тәте мен Әділ жезде сіздерге де бұйырсыншы. Тұңғыш балаларыңыздың гендер пати болғанда кездесеміз. Әжетай, ата, мен сіздердің балаларыңыз боламын. Мен сіздермен әлі көріспесем де, ең бақытты сәби мен болатынына сенімдімін. Сәлеммен. Жәнібек пен Жадыраның болашақ. Егер береке